Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Бірде гүл сатушы қыз қолындағы раушан гүлдерін сатып болады. Қолында тек бір тал ғана гүл қалады. Гүл сатушы қыз ойланбастан жолдың қарсы бетінде күні бойы тілем-тілеп отырған қайыршыға осы соңғы гүлді сыйлап өз жөніне кете береді. Қайыршы бұрын соңды бұндай іске жолық көрмепті. Ол ұйықтаса да армандағыдай ару қыздың өзіне гүл сыйлайтынын ойлап көрмепті. Бұл күн қайыршы үшін ерекше күн болды. Қайыршы өмірінде бірде-бір рет өзін аялап, сүйіп көрмепті. Басқалардың да аяулы мен сүюіне қол жеткіземін деп үміттенбесе керек. Бүгінгі жағдай оған қатты әсер етеді. Гүлді ала салысымен қала маңындағы өзінің лашығына тартады. Үйіне келген соң сынық құмыра тауып, оған су толтырып, гүлді оған салып қояды. Ол үн-түнсіз гүлге қарап отырады. Кенет орнынан атып тұрып, әлгі құмыраны жуып, тазалап, мөп-мөлдір су құйып қояды. Гүлді қайта салады. Ол іштей мұндай әдемі гүл қалайша кір-кір құмырада тұрады екен. Мен оны жуып тазалап қойдым, деп мастанады. Қайыршы әсем гүлге тағы құмарта қарап отырады. Ол ақырын қозғалып келіп, гүл құмырасы тұрған үстелді қолымен сипап қарап еді, шаң тозаңнан көрінбей қалыпты. Әсем гүлдің тұруына бұл үстел лайық емес деп ойланған, ол үстелді де жуып айнадай етіп қояды. Гүлге құмарта қараған сайын таза үстел мен нарттай қызыл раушан, сағымы ойнап тұрған мөлдір құмыра мен суға мына былыққан лашық мүлдем сай келмейтін сияқты боп көрінді. Ол бар пейілімен өзінің жылдар бойы тұрып келе жатқан күркесін жинастырып, сүртіп тазалап әбігерге түсті. Кенет ол өзінің үнемі үңірейіп тұратын бөлмесіне жылылық толтырып, жайлы өмірді өзіне тым жақын сезінді. Ол бөлмесінің дәл ортасында тұрып, бұрыштағы сынық айнадан өзінің кейпін көрді. Қызыл шұғыла төгіп тұрғандай боп көрінген қызыл раушан гүліне таза үстелге мұнтаздай үйде тұрып, ол өзін мүлде қораш келбетте көрді. Шашы өскен, киімінің алба-жұлбасы шыққан. Ол бүгінгі бар тапқан таянғанын алып жуынуға кетті. Өмірінде дәл бүгінгідей рахаттанып көрмеген шығар. Жұқа болса да таза киім сатып алды. Сақал мұртын қырып, шашын тарап ретке келтірді. Әлеуметтік моншаның есігінен шығып бара жатып, қабырғадағы айнадан мүлдем басқа адамды көрді. Жастық оты жалындаған келбетті жігітті көрді. Мен не үшін қайыршы болып өмір сүруім керек, деп сұрады өзінен. Бұл оның қайыршы болғаннан бері өзіне алғаш осылайша сұрақ қою еді. Жігіттің рухы әп-сәтте сергіп шыға келді. Ол үйіне келіп, мұндағы барлық дүниеге соншалықты риза пейілмен сүйсіне қарады. Екінші күннен бастап басқа жұмыс іздеуге кірісті. Жолы болып, жайлы жұмысты да тапты. Күндер зулап, айлар аунап жатты. Бірнеше жылдан кейін ол табысқа жеткен адамға айналды. Үлкен компания құрып, қалталылар қатарына қосылды. Бұл оқиға адам жас күнінде ішкі әлеміндегі түнекке тұншығып, өмірінің көркем көкжиегін көруден мақұрым қалмау керек деген ойға жетелейді. Өзіңізге кішкентай өзгеріс жасасаңыз, сіз өзгерсеңіз, сіздің әлеміңіз де өзгереді. Егер сіз осы раушан гүлін тапқан болсаңыз, оны басқалармен бөлісуді естен шығармаңыз. Видеоларымызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.